Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін осындай өте ерекше, дәмді, әрі тез жасалатын кекстің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бөлме температурасында еріп тұрған сары майға кішкене ғана тұз қосып, 1-2 минуттай миксерлеп аламыз. Кейін 4 жұмыртқамызды бір-бірден қосамыз және әр жұмыртқаны қосқан сайын миксермен араластыратын боламыз. Кейін бір банка сгущенканы қосып, тағы да миксерлейміз. Бөлек ыдыста електен өткізілген ұнға қопсқышты қосып араластырамыз және оны сұйық массамызға 2 бөлікпен қоса отырып, миксермен араластырып алатын боламыз. Және соңында ұнға аунатылған мейізді қосып араластырып жібереміз. Мейізді өз қалауларыңызша қоспасаңыздар да болады. Бүгін кекстің осындай силиконовый формасын қолданамын. Алдымен сары майды жағып, оның үстіне ұнды сеуіп шығамын. Кейін біздің дайын массамызды оған біркелкі етіп құйып шығамыз. Және кексті қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Одан ерте алып қоймаңыздар, әйтпесе менікіне ұқсап бір жері ақ болып пісуі мүмкін. Дегенмен дәмі өте керемет шықты, менің отбасыма ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер және нәтижесімен бөлісіп отырыңыздар. Үстіне кез келген декорды жасасаңыздар болады. Мен бүгін молочный және белый шоколадтан үстіне глазурь жасадым. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.